Міне бүгінгі сабағымыз біздің RS триггерлер туралы болмақ. Триггерлер деген не? Ол көп, негізі оның көптеген анықтамасы бар. Енді мен пока біздің сабағымызға жарасатыны ол бір битті сақтайтын құрылғы ретінде қарастырайық. Яғни алдыңғы затты сақтау, установить ету және өзі бір бит болған соң 0-1 дижитал, бірді қоя алу керек және нөлді қоя алу керек, және осы нөлді немесе бірді сақтай алу керек. Осында үш режимде жұмыс жасайды. Осы RS триггер туралы бастайтын боламыз. Ары қарай басқа триггерлерді тағы да жеке арналған видеолар түсіретін боламыз. RS деген өзі аты айтып тұр, ол R reset және set деген set, яғни S деген set деген, яғни біреу жаңағы 0 қылатын және set деген 1 қылатын. Осында екі входы бар триггер туралы істейтін боламыз. Және оның екі выходы бар. Q деген ол соңғы осы біздегі выход, және тура Q-дің енді терінчесі. Осылай белгілейік. Мынау екі входы болса, оның міндетті түрде екі выходы болады. Мынау 0 болса, мынау 1 болады. Мынау 1 болса, міндетті түрде 0 болады. Бірақ бұл барлық жағдайда емес. Қазір көрсетеміз. Егер мына кіріс сигналы 1 мен 1 болып қалса, онда бұл жұмыс жасамайтын болады. Сол үшін пока RS триггерде 1-1 деген варианттан басқалардың барлығын қарастырамыз. Қазір не үшін екенін түсіндіреміз. Сонда осы вариантты жоқ деп пока қарастырамыз. Енді бастайық. Екі вход болса, екі входты қойайық. Міне бірінші вход және міне екінші вход. Бұл жерде жазайық. Три состояниені не етеміз. Себебі үшінші состояние керек емес. Бізге 0 және 1 ғана керек. Және бұның енді түрлері көп жасау. Енді транзисторлармен, кәдімгі екі транзистормен жасауға болады, немесе жарайды и-линиямен жасауға болады, немесе NOR, немесе NAND-пен де жасауға болады. Қазірше мен екеуін көрсетейін. Біреуі NOR-мен, басында енді бұл ең көп таралған болып табылады. Және NAND-пен де жасаймыз, себебі ары қарай басқа триггерлерді, то есть осы біз NAND-пен жасайтын боламыз көбінесе. Бірінші енді кең таралғаннан бастайық. Бұл жерде бізде екі вход болған соң, мына жерде количество входовты екеуге қоямыз. Және мына жерге былай қоямыз. Және екі выход керек бізге. Мынаны аламыз да выходты да дейміз. Және запытқа қаратайық. Тура осыдан екеу. Мынау Q болса, мынау Q-дің терінчесі. Жақсы қойдық. Енді сразу бүйтіп қойуға болмайды. Біз білеміз, бұл жерде сразу қате көрсетеді. Сол үшін біз мынадан бастайық. Сразу 0 деген варианттан бастаймыз. Түсіндіреміз не үшін екен. 0-ден қарастырайық. 0 және 0. Енді алып келе берсек болады. Міне 1 деген болып тұр. Мына жаққа береміз сызбасын. Және мына жерге береміз. Көріп тұрғандайымыздай үсті 1 болса, асты 0 болады. Бірақ қазір мына жаққа бергеннің кезде ауысатын болады. Міне екеуі де 0 болғанда ауысты. Міне 0 болған кезде 1 болады. Бұл 0-0 дегенді енді бастайық. Мына жаққа тура осының таблицасын сөйді. Соны жазайық. R болса және S болса сақтаймыз дедік, және сақтай алу керек. Сол үшін Q-дің алдыңғысы предыдущий дейді. Потом мына жерде ыңғайсыздау. Q-дің қазіргісі текущий уақытты мен қазірше қоя салайын. Потом ең соңында режимдер. Қандай режимдер екен жазамыз. Ең бірінші көрдік, біз 0-0 болса, алдыңғысында бұрында ол 0 болған болса, 0 болып қала береді. 0-0 болса, онда алдыңғысында, мына Q-дің алдыңғысы. Қазір біз біріншісін жасап тұрмыз, сол үшін көрінбей тұр, бірақ алдыңғысы 1 болса, бұл 1 болу керек. Бұл яғни не? Сақтау режимі сақтайды. Хранение дейді. Хранение данных, яғни сақтау керек осы жерде. Сақтау деп жазып қойын, немесе хранение. Көрейік. Келесі. Біз айттық, set деген 1-ді орнату керек бол. Көрейік. Сонда 0 болып тұрса, мынаған 1 берсек, ол 0 болса да 1 болу керек. Бұрынғысы міне. Яғни дәл осы R 0 болып set 1 болып тұрса, онда 1 болса да 1 болу керек. Яғни бұл не? 1-ді қою. Установка 1 деген сигнал дейміз. Осыны 1-ді қою деп жазып қойық. Біз жаңа айттық, сақтау режимі болу керек. 1-ді
қоя алуымыз керек, онда бірді сақтап болу үшін, немесе нөлді қойып потом сақтап алуымыз керек. Яғни міне бірді қазір көрейік, осы жерден басып көрейік. Міне бізде мына біріншісі r дедік, мына екіншісі s дедік. Міне s-ті бастық, қазір 1 болып тұр. 0 болса да 1 болады, 1 болса да 1 болатын. Қазір көрсетейік қайттан. Міне 1 болып тұр. Қайттан болсақ 1 болса да 1 болады. Сонда мына екеуі дұрыстығын көрдік. Енді 0-де 0 де еш нәрсе өзгеріп жатқан жоқ, көрдік. Міне 0 болса да 0 болып тұр, 1 болса да 1 болып тұр. Енді келесі жағдайды қарастырайық. Ол бізде r-іміз 1 болған кезде, s-іміз 0 болған кезде. Онда бұл 0 болса да 0 болу керек. Дәл осы жағдайда 1 болса да 0 болу керек. Бұл яғни 0-ді қою деп аталады. Көрейік. Мына жақтан міне бассақ, міне 1 болса да 0 болады, 0 болса да 0 болады. Сонда бұл да қазірше дұрыстың көрсетіп тұр. 0-дер сақтап тұр соны. Келесі. Енді соңғы бізде вариант қалды. Бұл біз айттық жаңа 1 болса деген вариант. Себебі мынау 1 қылатын жағдай, мынау 0 қылатын жағдай. Екеуі қатар келсе, біздіңкі дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Бұндай жағдайда бұрынғысын да қарастырмаймыз, қазіргісін де қарастырмаймыз. Бұл қазірше қарастырмайтын нәрсе. Көрейген соны. Міне 1, 1. Міне 1, 1. Дұрыс жұмыс жасамай тұр. Сол үшін мына екеуі теріс болу керек еді. Ол да дұрыс жасамады. Сол үшін бұл жағдайды қарастырмаймыз. Енді басында айтқанымыздай, екінші бізде мынау нор болса, енді нантпен жасауымыз керек. Тура осыны. Бірақ енді ол жерде бір зат қосуымыз керек болады. То есть нот та 2 рет, немесе не дегенде 2 рет қосуымыз керек болады. Бұл жерде де 2 кіріс сигналымыз 2 болады. Мынауында кіріс сигналы 2 болады. Тура осы сияқты 2 бізде ойықтымыз бар. Ойықт мынандай болса, қайттан запыт қойық. Және қойық. Біріншіден қадырған мына жерде енді қазір қойдық. Қайтадан 3 состояние нет, 3 состояние нет деуіміз керек, тура жаңағы сияқты. Қайттан қойып алуымыз керек 0-дерге. Жаңа айттық, біз дополнительный зат қосуымыз керек деп. Негізі дәл осылай қоя берсек те болады, бірақ мұндай жағдайда системамыз былай болып өзгереді. Міне салайық. Мысалы, былай тұрса, мынау кірісіміз s-тің теріншесі болады. Мынау астында уже орын ауысады және терінше болады. Тура мынандай болатын болса, онда осылай да жалғай беруге болады. Негізі дополнительный қоспай. Міне былай, былай, осылай тура жаңағы сияқты. Күйі болса, күйінің теріншесі деп осылай сызуға болады. Бірақ бізде мынау бәрі, сонда таблицаның бәрі өзгеріп кетеді. Онда бір кезде сақтайтын болады. Керісінше 1 болған кезде 0 болады деген сияқты. Себебі мынау барлығы керісінше болып кетеді. Сол үшін бізге қазірше мына таблица сенесте сақталып қалу үшін біз просто мынау үстіндегі терісіншені алдына не қоя салсақ болады. Просто қоя салайын. Жерге біреуін қойайын. Және жерге тағы біреуін қоя салайын. Сол кезде енді бірақ орын ауыстырып қараймыз. Онда үстіндегісі s болып кетті. Мына жердегі міне мынаны алдына уже нот қылып өзгерттік. Сол кезде s-тің өзі қалды қазір. Мынау s болып кетті. Мынағанда теріншені алдына шығарамыз. Нот қоямыз. Ол кезде осылай бәрдің өзі қалды. Енді осыны көретін болайық. Көрейік мына жақтан. Алайық та осыны саяқ. Тура жаңағы сияқты былай қойып. Былай қойып. Шығарайық. Осыны осылай қойып, осылай қойайық. Енді қараймыз. Міне R деген reset деген осылай тұрады. Reset қойдық, 0 болды. Setті қойсақ 1 болды.
Тура жаңамыз сақталып тұр. Міне, қайттан міне 0 деп алдық, 0 де сақталады. Тура таблицамыз толық орындалды. Екеуі бірдей жұмыс жасап тұр. Міне қайтадан 0 де сақтап тұр. Міне set деген міне 1 қойдық. Көріп тұрмыз. Немесе r-ді бастықтан 0 қойдық. Бұл жерде де бір жұмыс жасамайды бірақ. Сол үшін бұған мән беру керек болады. Сол үшін жаңағы мына таблица толық орындалды. Енді біздегі тағы нәрсе бар. Бұл бірінші данный барып қою деген нәрселер болады. Енді сол үшін нақты определенный бір жағдайда ғана жұмыс жасау жақсы керек болған жағдайда келесі бір жақсы механизм бар бізде. Синхронно-синхронный деп айтпақшы тағы 2-ге бөлінеді. Сол үшін бізде қазір соны s-ті қосатын боламыз. Ол үшін дәл осылай бізге тағы да 2 элемент керек болады. Ол қазір әкеліп қосайық. Біз жаңа айттық, басында нормен көрсеттік, нантпен арғай істейтін боламыз деп. Сол нантты әкеліп қоюымыз керек. Бір сразу бұның да входын 2 деп алып болуымыз керек. Мұнаны да мына жерге де дополнительный бірақ 2 қосылатын болады. Мына жерге де мына жерге де 2 входымызды қойып алайық. Жарайды, мына қайттан істемеу жақсы тұрмыз. Бұл жерде три состояние нет. Мына бұлай басайық. Мына қайттан қойып алайық. Сонда бізде 3-ші жағдай қосылды қазір. 3-ші. Қазір оның таблицасын қайттан сызатын боламыз мына жерде. Таблицасын сызайық. Мұнаның бәрі орындалады егер s1 болған жағдайда. S-ға 1 берген кезде осының бәрі 100% орындалатын болады. Ал енді s-ға мына жерде сәл көрінбейді екен. Жарайды, s-ға 0 берген жағдайда мұнаның ешқайсысы орындалмайды да, оның барлығы хранениеге сақтауға барады. Қандай данный болды, бәрі сақталады. Яғни s деген кезде еш нәрсе өзгермейтін болады. Сол үшін соны осылай қойып қойық. Енді мына жалғастыра берейік. Бұны да 3 состояние нет. Мына жерде 0 қылып алайық. Еш нәрсе өзгермеу керек. Сол үшін мұнан былай береміз. Бұның схемасы осылай болады. Сәйкесінше былай жалғайық. 2 выходты қоймадық. 2 выходты қойсалайық. Мына 2 выходымыз. Былай қойып, мынаны сәйкесінше осылай қойық. Енді қараймыз. 0 болып тұр. Мен мұнаны қанша өзгертсем де екеуін. Бұл жерде бәрібір өзгермейді. Неге? Жаңа айттық біз. S-іміз 0 болып тұрғанда сейіміз то есть сейіміз 0 болып тұрған кезінде бізде әрқашан сақтау хранениеде тұрады дедік. Көріп тұрғандарыңыздай ол еш нәрсе өзгермейді міне. Ал енді 1 қойсақ, онда соответственно міне. Бұл жерде деген нәрсесі міне сіз қойық. Бұл жерде S жоғарыда тұрады, потом S тұрады, потом R тұрады. Соны ұмытпаймыз. Сонымен астында бұл жерде R-імізде 0 қойылды. Үстінде S-іміз 1 қойылды. Тура жаңағыдай жұмыс жасап тұр. Таблицаның барлығы орындалды. Осымен біздің RS деген сабағымыз аяқталды. Тағы да басқаларын түсіріп жүретін боламын.